Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен осылай бір тегіс дөп-дөңгелек, езілмейтін, жыртылмайтын, дара-дара болып пісіп шығатын еттің қамырын дайындайтын боламыз. Әсіресе жаңадан тұрмыс құрған қыз-келіншектерге нағыз қажет болатын рецепт деп ойлаймын. Ендеше кеттік. Алдын ала пісіп жатқан еттің сорпасын суытып, соған бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз қосып, шанышқымен біркелкі қылып араластырып аламыз. Ары қарай ұн себеміз. Біз қазір қаттылау қамырын дайындайтын боламыз. Еттің қамыры болғандықтан қатты болып иленгені дұрыс болады. Егер ұн аздау болып қамырыңыз қолыңызға жабысып жатса, тағы да көбірек ұн қосып жіберіп, қаттылау қамыр дайындап 5-6 минутта жақсылап иін қандырып илейміз. Содан соң қамырды қапшыққа салып, бетін жауып 5 минутқа иін қандырып қойып қоямыз. Жақсы иіғанған қамыр тез жайылады, әрі бір тегіс болып шығады. Енді қамырды қайта алып шығып, бірнеше қайтара басып илеп, қайтадан қапшығына салып, тағы 5 минутқа иін қандыруға қалдырып қойыңыз.